балалар, біз сендермен бірінші бөлімді аяқтадық. Бірінші бөлімнің қорытындысы бойынша нәтиже сабақта қорытынды аттестаттауға арналған тапсырмаларды орындаймыз. Қазір мен сендерге өзіміздің ортақ WhatsApp чатымызға тапсырманың сілтемесін жіберемін. Сілтеме бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Енді бірінші бөлім бойынша бізде 3 нұсқалық тапсырма орындалған. Қазір екінші нұсқаны ашып тұрмын. Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік теңсіздіктер. Бірінші бөлім бойынша оқылым тапсырмасы. Оқылым тапсырмасы арнайы 4 мәтін дайындалған. 4 мәтінге 10 сұрақ беріледі. Осы 10 сұраққа жауап береміз. Екінші тапсырма жазылым тапсырмасы болады. Жазылым тапсырмасында тақырып төңірегінде сұрақ беріледі. Сұрақ жұмыссыздық деңгейін қалай төмендетуге болады. Осы жазылым тапсырмасында оқушылар жоғарыда берілген 4 мәтіндегі үзінділердегі ақпаратты қолданып, өз пікірлеріңізді қосып, төмендегі сұраққа 150-200 сөзден тұратын жауаптарыңызды жазасыздар. Бағалау 30 балл саналады. Тапсырманы орындап болған соң «Отправить» жүктемесін басасында жауаптарыңызды жазып болғаннан кейін, мұнда өз аты жөндеріңізді жазасыздар да маған тапсырманы жібересіз. Тапсырманы орындап болған соң, тапсырманы жөнелтесіздер. Жөнелтілген тапсырмалардың жауаптары осындай жүйеде менің электронды почтама түсіп жатады. Мұнда төмендегі оқушылардың орындаған тапсырмаларының жауаптары келіп тұр.